ұры күндіз движение шықпай қалғанда базардан. Сосын кешкісін мешітке кірген ғой, жәшікті ұрлайын. Қазір білмеймін, бәрі жәшікпен арпалысып не болып жатқанын білмеймін. Мешіттің жәшігін ұрлайын деп кірген екен да. Сөйтсе дәл соның кіруі мына жақта патшаның уәзірлер жұмсауымен сәйкес келіп қалған екен да. Сөйтсе бір сол елдің патшасы болған дейді, жалғыз түйір қызы бар екен, қанша әйелі болса да тумайды дейді, әйел ер тумайды дейді да. Енді патша өліп қалса қыз билікке жарамай ма? Жарай ма? Жарамайды ғой. Қазір ол жарап атқаны. Сонымен не керек? Ана уәзірлерін айтады ғой, егер жақсы күйеу бала тапсаңдар, тақуа, тахажүд оқитын, аманатқа қиянат жасамайтын. Сондай бір күйеу бала тапсаңдар, көтерілесіңдер дейді ғой. Ана уәзірлер әскерді ертіп алып, қаланы целый аралайды. Түннің ішінде тахажүд, қала полный ұйқыда дейді. Сөйтсе жаңағы вор бар ұры. Свечаны алып алып, мешіттің терезесінен түсіп, жәшік іздеп жүрген ғой. Мешітке келмегенде жәшіктің қақта тұратын қақтан біледі ғой. Вообще садақа салып көрмеген ғой мешіттің жәшігін. Сөйтсе бұлар жанған шамды көріп қалады ғой жаңағы уәзірлер солдаттармен. Ойбай, біреу бар екен дейді ғой. Кеттік мешітке деп. Салдыр-гүлдір мешіттен кіріп келе жатса, ана бала көреді да мыналарды. Ойбай, біттім дейді, ұсталдым дейді. Бұл ойлайды, әскерге жатқанға мені ұстауға келді деп. Әскер вообще басқа шаруамен жүр бұл. Жүгіріп ана михраб бар ғой мынадай, имамның тұратын жер. Сол жерге барады да свечаны даңқ еткізіп қояды да Аллаху акбар деп тұра қалады. Намазда тұр анау. Бұлар кіріп келсе уже анау намазда тұр ғой. Ойбай, күтейік дейді, мынау деген бір кезде анау деген ыңырсыды дейді ғой жаңағы. Аяғы талған екен ғой сөйтсе. Тұрған, бір сағат тұрған, бір жарым сағат ыңырсы. Бір кезде болмады дейді, жылады дейді анау. Біттім деген ғой жылаған. Мына уәзірлер әскерлерге қарап, бәрі жылайды дейді. Алла, Алла. Таптық ау, таптық ау. В общем, мешіт ағылда тегіл, короче. Мынаң тақуалығына мыналар жылап тұр. Анау аяғым талды деп ол өз жылап тұр. Әркім өзінің кайфымен жылап атыр осы. Сонымен не керек? Болды дейді оқырсын. О бейшара Фатиханы да білмейтін біреу ғой. Мыналар ойлап тұр. Не деген ұзақ сүре оқып жатыр мынау деп. Не деген ұзақ. Болды дейді құрсын. Не болса құрсын, ол болсын дейді. Ат-тахиятқа отырады. Сенің мешітке келген алғашқы досың деген сияқты. Құдай сақтап қалғанда бірінші сол жағына бермеген екен да сәлемші. Оң жағына берген екен. Бір-екі рет жұмаға қатысқан болып тұр ғой. Сәлем беріп, ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла десе, ана уәзір құшақтап алған дейді балаң. Бауырым,